Әлеуметтік желі қолданушылары, Рамазан айы құтты болсын, ниеттер қабыл болсын. Қазіргі кезде көбінесе бізде телефондарымызға әртүрлі рекламалар шығып кететін болып қалған. Сол рекламаны қалай өшіруге, оңай өшіруге болатын қазір осы видеода көрсететін боламын. Приложение бар арнайы, GoClean деген. Сол GoClean'ді ұсынып кетеміз. Бұл приложенияға описаниеда қалдырам сілтемесін. Play Market'те болмаған соң Google диске сақтап қойғанмын. Открытті басамыз, орнатқаннан кейін. Настройкаға кіреміз. Доступ сұрайды. Настройкаға кіріп доступ береміз. Ешқандай зиян жоқ, қорқпай қолдануға болады. Сосын детектор деген кнопкасын басамыз осы жерден. Осы жерде соңы бүгін қолданып жатқан приложенияларымыз шығып тұрады. Көрінбей қалған, былай установкада көрінбейтін приложенияларда осы жерде шығады негізі. Осы жерден өшіруге болады. Вирус шығарып жатқан приложенияны осы жерден тауып алып, бүгін қолданып жатқан соңғы кездегі соны өшіру керек делетті басып. Мысалы, мен мынаны өшірейін десем, осы жерді басам да, бұл өзінің приложениясы. Менде қазір ондай приложение жоқ. Вирус шығарып жатқан. Сіздерде осындай болады. Осы жерде удалитті басып, осы жерден кіріп удалитті басып тазалауға болады. Немесе хранилищесіне кіріп, кешін тазалап, очистить данныйын тазалап, осылай вирустан оңай құтылуға болады. Назарларыңызға рахмет. Түсінбеген жерлеріңіз болса комментарийде қалдыруларыңызға болады.